Бәріңе сәлем достар. Бұл 2019 жылғы Белоснежка. Сказка для взрослых фильмінің қысқаша баяндамасы. Фильмнің бірінші бөлігі Клэр есімді қыз туралы айтады. Қонақ үй кәсібін басқаратын әкесінің өлімінен кейін Клэр әкесінің барша мұрасына ие болған өгей шешесімен қалды. Қыз таңның атуымен жүгіруге шығып, ұрының қолына түсті. Қылмыскер қызды көліктің артына салады да орнынан тайып тұрады. Орман жолымен кетіп бара жатып, қылмыскер кенеттен жолға шыққан қабанды айналып өтпек болды, бірақ ағашқа соғылды. Осының арқасында Клэр көліктен шығып кетеді. Қыз орман аралап келе жатыр, бірақ әлдебір сәтте әрі қарай қайда жүретінін білмей, Клэр тоқтайды және оны із кезуші қуып жетеді. Тапаншаны тақап, ол Клэрден көзін жұмуын өтінді. Барлығы өте жылдам болады. Содан кейін оқ атылды. Клэр өзіне бейтаныс үйде келді. Бөлмеге таңғы аспен бірге ер адам кірді. Пьердің сөзінше, ол ормандағы қабандарға аңшылық жасамақ болған, бірақ бұның орнына әйелді атып тастапты. Оның ойынша Клэр бір нәрсені бүлдіріп қойған, өйткені оны әншейіннен ешкімнің өлтіргісі келмейді емес пе? Қыз полицияны шақыруды ұсынады, бірақ Пьер қарсы. Оның тағы да түрмеге отыруға құлқы жоқ. Бөлмеден шығып, Пьер тағы да киіммен оралды, Клэрдің үстіндегісінің орнына. Қыз ұйықтап жатқанда Пьер оны шешіндіріп, киімдерін жуып қойған. Киініп алғасын Клэр үйге көз жүгіртеді және тағы да бір еркекті кездестіреді. Бұл Винсент есімді виолончелист. Виолончелисттің ойнап жатқан әуенін тыңдап, қыз ұйықтап қалады, бірақ оны Франсуа тұрғызады. Ол Пьердің егіз бауыры. Олардың айырмашылығы тек Франсуаның тұтығып қалуында. Пьер қызға үйден кетуін өтінді, өйткені оны өлтіруге дайындалғандар Клэрді іздеуі мүмкін және ертелі кеш осы үйге де жетеді. Ал олармен кездесуге жігіттің ешқандай ниеті жоқ. Қыз осында қалу үшін Пьерді көндірмек болды. Әйтпесе, егер ол оны енді қуатын болса, оны неліктен құтқарды. Пьер мұның миға қонымсыз екенін өзі де түсінеді, бірақ сосын Клэрге айқайлап, қыздан шапалақ алады. Пьер оны ұстап алды, бірақ артынан жіберді. Қайта келіп, жігіт қызды сүйеді. Бұған Клэр де мүлде қарсыласпайды. Таңда қыз үйден шығып, Винсентті оның итімен бірге кездестіреді. Егіздер ағаш кесуде, ал қыздың үйде жалғыз өзі қалғысы келмейді. Сондықтан ол виолончелистпен бірге ветеринарға баруды сұранды. Қайтар жолда Винсент қызға асханаға баруды ұсынады. Онда Клэр жастық шағында скрипкамен әуестенгенін айтты. Бірақ оның анасы қайтыс болған жол апатынан кейін қыз барлығын тастаған. Үйге оралғасын Винсент қызға скрипканы сыйлайды. Оның айтуынша музыканы тастауға болмайды. Осы сәтте Пьер пайда болды. Ол Клэрдің Винсентпен бірге барғанына қапалы, өйткені енді олардың үйінде қыз өмір сүретін бүкіл қалашық біледі. Ал демек оны табу мүмкіндігі тек жоғарылауда. Таңда өзінің бөлмесіндегі терезеге үңілгесін Клэр отын шауып жатқан Пьерді байқайды. Оған жақындағасын Пьер қызды сүйе бастайды. Содан кейін олар кекспен айналысады. Түн жарымда өзінің кереуетінде жатып, Клэр теледидардың дауысын естиді. Қыз төменге түсіп, Пьердің қасына диванға отырады да өзінің аяғымен оның аяғын сипай бастайды. Кекстен кейін жігіт тұтыға су ішкісі келіп жатқанын айтты. Осылайша қыз оның Пьер емес, оның егіз бауыры Франсуа екенін білді. Жігіт мұны істемеу керек екенін түсінеді, бірақ жай ғана өзін өзі ұстай алмады. Бұл қыздың күлкісін келтіреді. Келесі күні егіздердің желкесінде отыруды қаламастан, Клэр жергілікті асханаға жұмысқа тұрады. Қыз үйге оралғанда өзінің шешесіне қоңырау шалуға тырысты, бірақ өзінің есімін атай салысымен арғы шетіндегі кісі тұтқаны бірден қоя салды. Фильмнің келесі бөлімі бізді тура осы оқиғадан бір апта бұрынға ауыстырады. Клэрдің Мот есімді өгей шешесі терезеден оның ғашығы Бернардтың Клэр түсіріп алған сүлгісін көтеруге көмектесіп жатқанын бақылап тұр. Ер адам Моттың бөлмесіне көтерілгенде, әйел олардың байланыстарын бұдан былай айналадағылардан жасырмауды ұсынады. Өйткені оның күйеуі енді тірі емес, бірақ олардың қарым-қатынасқа үзіліс жасаулары керек, өйткені олардың кішкене басылып қалған сезімдерінің бұдан да нашарламауы үшін. Бернард келіседі, ал Мот шығып кеткенде ол Клэрге қоңырау соғып, қызға деген сезімін мойындайды. Мұны көрші бөлмеде кідіріп тұрған Мот естіп тұр. Бұған шыдай алмастан, әйел Клэрді жоюға келіседі. Бірнеше уақыт өткесін жұптар ресторанда түскі ас ішіп отыр. Бернард Клэрдің қайда жоғалып кеткеніне қызығушылық танытты. Ол оны бірнеше аптадан бері көрмеген. Мот мұның бірінші жағдай емес екенін айтып, оны тыныштандырады. Қыз бұрында бірнеше күндеп жоғалып кеткен. Осы сәтте әйелдің телефонына Клэрден қоңырау келеді. Мот бірден телефонды сөндіріп тастайды. Клэрдің жұмысқа орналасқан асханасында барлық қонақтар назарларын қызға аударады.
Клэр Винсент пен ветеринарға барған кезде танысқан Шарль есімді жергілікті кітапханашы ұлын әкелді. Клейманды қызбен таныстыруға Сэм есімді ветеринардың өзі де басқаларынан қалмастан Клэрге қырындай бастады. Ол кешкісін қызды клубқа баруға шақырды. Онда Клэрге әлдебір еркек тисе бастады. Сэм қызға араша түсе алмады. Есесіне мұны Клейман жасады. Үйге қайтар жолда Клэр Сэмді күшті санағанын айтты. Ал ол болса боқмұрын болып шықты. Бірақ бұл тіпті оған ұнайды. Жол жиегіне бұрылып, ветеринар көлікті тоқтатады және қыздан бұл сөздерді тағы да қайталауын өтінеді. Клэр Сэмнің оған ұнайтынын айтты және оның қолын ұстады. Ал сосын оның үстіне отырды. Бұл жұптарды тиіндер тобы бақылап тұр. Таңда қалаға Мод келеді. Клэрді байқап, ол кітапханаға кірді де Шарльмен кездесті. Ол әйелдің сұлулығына сүйсінеді және осы аптадағы қала бойынша бұл екінші періште екенін айтады. Мод және жақында ғана қоныстанған тағы да бір жас қыз. Шарль Модтың храмға үңілуіне кеңес берді. Ол жерде уақытша тоқтауға болатын қонақ бөлмелері де бар. Шіркеу қызметшісімен кездесіп, ол бірнеше күн бұрын жоғалып кеткен өгей қызы туралы баяндайды. Мүмкін ол осы қалаға тұрақтаған болар. Атын естігесін шіркеу қызметшісі бұл қызды танитынын айтады. Мод ешкімге тіс жармауын өтінеді, әйтпесе Клэр тағы да қашып кетеді. Әйелдің айтуынша, Мод Клэрдің әкесінің өлімнен кейін қызға жеткілікті уақыт бөлмеген үшін ол ренжулі. Ер адам делдал болуды және өгей шешесі мен қызының арасына татулық орнатуды ұсынады. Таңда Клэрдің жүгіруіне Клейман қосылды. Жігіт қызға сүйкімді көрінді. Оған бұл қалада ұнамайтын еркек жоқ секілді сезім пайда болады. Клейман өте ұялшақ, бірақ бәрібір де жігіт қызды құшақтауға тырысады, алайда жерге құлайды. Орнынан тұрғасын Клейман қашуға ұмтылады. Клэр храмға барып, діни қызметкерге өзінің бірнеше еркекпен байланысы туралы баяндайды. Пердің айтуынша, бұл барша жергілікті таулар қанды еліктіріп жатқан. Пастор храмда Клэрмен татуласуға ынтығып тұрған адам бар екенін айтады және қызды Модқа апарады. Өгей шешесін көріп, қыз оның құшағына ұмтылды. Модтың айтуынша, қыз оған қоңырау соққанның арқасында ол Клэрді тауып алған, бірақ байланыс күтпеген жерден үзіліп кетті. Телефон нөмірі бойынша шешесі қоңыраудың қайдан келгенін анықтаған. Өгей анасына сол күні болған жайтты толығымен баяндап, Клэр осы қалада қалуға ниетті екенін жеткізеді. Мұнда оның көптеген жаңа достары пайда болған. Мод қарсы емес, ол да осында бірнеше күнді өткізеді және Клэрді үйге қайтаруға көндіруге тырысатын болады. Қыздың жұмысқа баруы керек және Мод оны қалаға дейін шығарып салуды ұсынады. Жолда Мод дөңгелектің желі шығып кетті деген түрмен кенеттен жартастың қасына көлікті тоқтатады. Өгей шешесі Клэрден дөңгелекке не болғанын қарауды өтінді. Қызға жақындап, Мод оны жартастан итеріп жібермек болды, бірақ осы сәтте оларға мотоциклдегі пастер келіп тоқтайды. Барлығының орында екенін біліп, жұптар әрі қарай жол тартты. Жоспардың керек емес куәгердің кесірінен бұзылғанынан кейін Мод Клэрді қалашыққа жеткізді және осы демалыста кездесуді ұсынды. Еш нәрсе күдіктенбестен Клэр келісті. Асханада қызға Шарль тіл қатты. Оның айтуынша, оның ұлы Клейман одан жабылып алған және онымен сөйлескісі келмейді. Сондықтан Шарль Клэрден жігітпен сөйлесуін өтінді. Ол әкесіне мұндай қарым-қатынас жасауын доғаруы үшін. Оны ол міндетті түрде тыңдайды, өйткені қыз оған қатты ұнайды. Жұмыстан кейін Клэр Клейманға келіп, жігітті жақсы көретінін айтты. Содан кейін сүйді. Кітапханаға түсіп, қыз Шарльға бәрі орында екенін айтады. Жексенбі келді. Клэр өгей шешесімен бірге пикникке барады. Мод қызға уланған алманы ұсынды. Клэр енді оны тістей бергенде табалдырықтан Клейман пайда болады. Қыз жігіттің оларға қосылуын ұсынды және оған алманы созды. Мод жемісті алып, оның бұл жігітті мүлде танымайтынын айтады. Клейман кешірім сұрап кетіп қалады. Клэр алманы қойып, жігіттің артынан ерді және онымен сәл кейініректен кейін жаңбырдың астындағы орманда махаббатпен айналысады. Түннің батуымен Мод айналаның бәрінде би жүріп жатқан қалашыққа келді. Біресе біреумен, біресе басқасымен билеп жатқан Клэрді бақылап тұрып, өгей шешесі 2 бокал виноға тапсырыс береді. Олардың біріне тағы да у қосты, бірақ осы кезде оны сәтсіздік күтіп тұрды. Оның жолында Клейман тұрды және ол кездейсоқ Модтың қолындағы бокалдардың бірін төгіп жіберді. Қызға Клейман мұны әти істегенін айтады, өйткені Клэрдің шешесінде әлдебір суық тұр. Бұл жоспар да іске аспады, сондықтан Мод өгей қызына ішімдік әкелді. Ал сосын қыз өзін нашар сезіну үшін Клэрді жұлқылай бастайды. Содан кейін қызды үйіне жеткізбекші кейіп танытып, оны көлікке отырғызды.
таудың қисық жолдарымен кетіп бара жатып, Мод өмірінде бір-ақ рет ғашық болғанын мойындайды. Бірақ ол махаббатын да одан Клэр ұрлап алған. Содан кейін есікті ашады да қызды көліктен итеріп жібереді. Тоқтағасын Мод жартастың жиегіне келеді. Өгей қызының өлексесінің қимылдамай жатқанына көз жеткізген соң Мод жүріп кетті. Өгей шеше шамды қою үшін храмға барады, бірақ байқаусызда өзін өртеп жібереді. Клэр аман қалыпты. Ол аурухананың төсегінде жатыр. Оның қасында оны жақсы көретін 7 еркек тұр. Әр қайсысы қызға кезекпен келеді де оны сүйеді. Содан кейін Клэр өзіне келеді. Осымен фильм аяқталады. Көргендеріңіз үшін рахмет, және келесі видеода кездескенше.